Review Unit 3. Бірінші жаттығуда бокстың ішіндегі сөздерді көпше немесе жекеше формасына қолдана отырып, сөйлемдерді толықтырамыз. Los Angeles and Washington are two big American cities. There are 67 houses in my village. It's very small. Her baby is only 6 months old. The music club is for people from 6-10 years old. There are 2 women and 3 men in the band. Spain and Italy are my favorite countries. Екінші жаттығуда 1-ден 6-ға дейін заттар берілген, A-дан G-ға дейін магазиндер берілген. Соларды сәйкестендіре отырып, оның ішінде бір магазин артық. Newspaper – газет, news agents F. 2. Cat – мысық, pet shop. 3. Tennis balls – теннис топтары, sports shop. 4. Aspirin – aspirin. Chemist – t-shirt, футболка, clothes shop. Food – тамақ, supermarket. Бұл жерде артық, computer shop. Үшінші жаттығуда сөйлемді дұрыс құрастырамыз. Төртінші жаттығуда үшінші жаттығу сұрақтар жазып және де қысқа жауап жазу керек. Бесінші жаттығуда бокстың ішінде prepositionдарды қолдана отырып сөйлемді толықтырамыз. The sports shop is opposite the cave. Спорт магазины кафеге қарама-қарсы. The bookshop is near the sports shop. Кітап дүкені спорт дүкенінің жанында. The taxi is in the street. Такси көшеде. The park is near the shops. Парк дүкендердің жанында. The restaurant is in the park. Ресторан парктың ішінде. 6-шы жаттығуда 1-ден 5-ге дейін сұрақтар берілген. Астында A-дан E-ға дейін жауаптар берілген. Екеуін бір-біріне сәйкестендіреміз. Is there chemists near here? Жақын жерде аптека бар ма? No, there isn't. Are there any caves in the town center? Yes, there are some in the shopping center. Where is the bus station? It's in London Road. How many cinemas are there in the town? There are 3. Excuse me, is the park near here? Yes, it is. It's opposite the bus station. 7-ші жаттығуда тыңдалым, диалогты тыңдай отырып, true false жасау керек.